Сәлематсыздар ма? Менің каналыма хош келдіңіз. Мен бүгін қыстық салат дайындап көрсететін боламын. Бұл салатқа бізге алдын ала помидор, болгарскийді, қызылын, жасылын, укроп, капуста, қызыл ащы, сарымсақ, сәбіз, огурцы керек. Огурцеміз суға салып қоямыз 2 сағат бұрын қыздар. Капустамызды турап бастаймыз. Өте тамаша салат, менімен жасап көріңдер қыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңдер. Капустамыз турап, сәбізімізді теркадан өтіреміз қыздар. Огурцемізді дәл осылай тураймыз. Енді әркім қалауынша тураса да болады. Бұл болгарскийіміз қыздар. Болгарскийде де қалауынша турай береді. Мен майдада қылып салдым, ірілеуде қылып салдым болгарскийларды турап. Помидорларымызды дәл осылай, помидорларды ірілеу тураған жақсы қыздар. Дәл өзімен турады. Укроп, петрушкамыз турап саламыз. Мен орташа қылып турадым. Қаласаңыз ірілеу, майдалау өздерің білесіңдер. Қызыл острый перецімізбенен сарымсағымызды мясировкадан өтіріп саламын. Турап салсаңыз да болады. Мен мясировкадан өтіріп салғанды ыңғайлы көремін. Жақсы болып дәмі сіңеді барлық жеріне. Сарымсағымызды да дәл осылай. Міне енді тұзымызды саламыз. Мен 4 ас қасық тұз салдым қыздар. Тұзды салып болып жақсылап бұлғап, барлық жеріне тұзын сіңдіретін боламыз. Жай бұлғаймыз қыздар, помидорлар езіліп кетпеу керек. Бір қатар жақсылап бұлғап болғасын тұзын сіңіріп, тегізіп барлық жеріне сұйық майын құятын боламыз. 100 грамм сұйық май құйып, тағы араластырып, тұзын сіңіреміз қыздар. 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. 1 сағат өткенше банкаларымызды парит етіп, қақпақтарымызды стерилизовать етеміз қыздар. Әр банкіге 2 лавр жапырағынан салып шығамыз. Қара домалақ горошка перецімізден әр қайсысына 5-6 салып шықтым. Әр банкының астына тастаймыз. Енді баяғы 1 сағат қойған салатымызды бір жақсылап бұлғап аламыздағы банкілерге салатын боламыз. Дәл осылай жақсылап барлығын банкіге саламыз. Нығыздап салған жақсы қыздар, қатты баса бермеңіздер, помидоры езіліп кетпесін. Өзінің соғы өзіне жетеді, соқ көп шығады қыздар. Тұзын салып 1 сағат қойғасын, оның суының бәрі өзінен шығады. Міне дәл осылай стерилизовать еткен банкілеріміздің барлығын салып дайындадық. Енді алдын ала су қайнатып қойдым. Суды 2-ге бөліп, 2 банкылардың барлығын ыдысқа салып, осылай суын құйып, батын қығылып, отқа қоямыз қыздар. Міне дәл осылай 30 минут қайнатып, банкыларымызға аламыз. 1 шай қасық қант саламыз. Кішкене ғана уксус, жарты қасық шамасынан болады енді. Көп салуға болмайды уксусты қыздар. Енді банкыны жабамыз. Өте тамаша салат болып шықты қыздар. Міне. Менімен жасап көріңдер қыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Міне 2-ші банкымыз. 1 шай қасық қантпенен кішкене уксус тамызып жабатын боламыз. Уксусты көп құймай қойыңдар.
Кішкене тамызсаңдар болды. Міне тамаша салат болды қыздар. Қыста рахаттанып жейтін. Міне 1 литрлік банкеге жаптым қыздармен. Кішкентай банкаларға жапсаңыз, қантын 1 қасық толтырмай салыңдар қыздар. 1 литрлік банка. Міне банкымыз даяр, қыстық салатымыз. Менімен жасап көріңдер, ас болсын.